Ай, ұлдарым-ай, ақмақтық жасадыңдар. Енді не істейміз, Қандай ақыл қосасыңдар? Қап, бекер жасадық-ау. Оған Назымды әйелдікке берейік, әке. Сонда Қараман батыр бізге ешқандай қиянат жасамайды. Мен солай ойлаймын. Бұл бұрыс шешім. Ақмақтықты біз жасадық. Сол үшін сонда Назым қиналу керек пе? Сен де айтады екенсің. Ал сен не ойлайсың? Менің ойымша, әскерлерді жинап, оған қарсы шығу қажет. Менің ойым осы, әке. Одан басқа амал жоқ. Қамбарға хабар беру керек. Бізге өкпесі болса, кешірсін. Ол бір өзі 1000 әскерге татиды ғой. Жанжалды өршітіп қайтеміз, Қараман беделді хан, оған күйеуге шығу біздің қарындасымыз үшін абырой. Онымен мәмілеге келейік. Осыған тоқтағанымыз дұрыс. Мен қызымды саудаға салмаймын. Жан-жаққа хабаршылар жіберіп, қазақ батырларын көмекке шақырыңдар. Біз жауға қарсылық көрсетеміз. Мен осындай шешім қабылдадым. Өздерің біліңдерші. Менің айтқан тыңдамадыңдар. Рахмет, әке. Қараманға ел болғанша өлгенім артық. Қызым-ау, мен саған өзіңе лайықты жарды өзің таңдайсың деп уәде берген едім. Ал мен Қамбар батырды шақырып келе аламын. Шепті қалай бұзып шығасың? Барлығы жол жабық қой. Еркін жыраумын. Маған тосқауыл болуға ешкімнің құқығы жоқ. Бәрі шешілді. Қамбар батырды шақыратын болдық. Ол бізді Қараманнан қорғайды. Енді бар үмітіміз батырда. Бәрі шетінен ақмақ. Ал мен бұл мәселені басқаша өз ақылыммен кесіп пішем. Түсінікті ме? Ал сендер өздерің біліңдер. Келменбет құда. Не болды? Бер кел. Менің саған айтарым бар, бер кел. Бер кел деймін. Саған не керек? Қане. Не? Мен бейбітшілікті және де Назымның Қараманға күйеуге шыққанын қалаймын. Менің ақмақ әкем қарсылық көрсеткісі келеді. Жырауды батыр Қамбарды алып келуге жіберді. Қараманға мен оған достық ниетте екендігімді айтып сәлем айт. Бір кезде сәті түсіп жолбарыс өлтірген екен. Сол да батырлық бекен. Жалғыз батыр менің жасақтарыма не істей алады ол? Жақсы, батырдың келгенін күтейік. Қамбар менің егіз баһадүрлерімді көргенде не істейді екен? Оның түрінің қалай өзгергенін көреміз сонда. Армысың батыр? Әзімбайдың жағдайы қиын боп тұр. Ол сенен көмек сұрап жатыр. Әзімбай мен оның ұлдары менің туыстарыма кекірейіп қараушы еді. Мен неге оларға көмек беруім керек, жырау? Олардың өздерінің де шамалар келетін сияқты. Қазір жау елге шауып жатқан кезде арамыздағы кикілжіңдерді шешетін уақыт емес батыр. Әзімбай бай, мен кедей. Біздің тұрмысымыз әртүрлі. Қараманның оларға жау екенін қайдан білдің?
Ертең Назым Қараманға тұрмысқа шықса, онда олар туыс болады. Мен бұған неге кедергі жасауым керек? Айтшы. Жоқ. Назым Қараманға күйеуге шыққанша өлгенім артық деп отыр. Батыр. Назым батыл бой жеткен. Ол кез келген уақытта шешімін өзгерте салуы мүмкін. Ал мен Қараша ауылымды қатерге тіккім келмейді. Мен Қараманмен соғысып жатқанда, олар жоқшылықтың күнін көреді ғой. Қараман біздің ортақ жауымыз. Біздің күшімізді сессе, түлкіше болып қалады. Егер біз оған қарсыласпасақ, онда ол қанқұмар жолбарысқа айналады. Сонда ел басына қауіп төнеді. Қашан жолбарысқа айналғанда сонда сөйлесеміз. Қазір мен аңға шығуым керек. Кешір, жырау. Бірақ маған Әзімбайдың мәселесінен гөрі туыстарымның амандық саулықтары маңыздырақ. Ренжіме. Жақсы. Мен кетуім керек. Аң аулап, халқымды асырауым керек. Жақсы. Жағалай елің қонбаса, су түші болмаса, мал жаның бәрі сусындап, мейірі оның қанбаса, көл дегенің немене? Ынтымақ бірлік болмаса, елдікке мойын бұрмаса, үлкеннің айтқан сөздерін кішісі қолдап тұрмаса, ел дегенің немене? Еліне құрбан болмаса, абырой бедел қонбаса, ағайын туыс ел жұрты батырмау деп тұрмаса, ер дегенің немене? Шайырлы шөп болмаса, түлігін жайлап толмаса, қатар өсіп мал мен бас, қуанып елің қонбаса, жер дегенің немене? Пікір таласы, шындық анасы. Борьба мнений – мать правды. Қайталаған дерт жаман, қайда бұзған серт жаман. Нарушить клятву, как дважды переболеть одной болезнью. Жамандық пайда етпейді, жақсылық зая етпейді. Подлость пользы не принесет, доброта зря не пропадет. Жауын менсінбеген жеңілді дей бер. Пренебрег врагом, считай побежден. Еліңді сүйсең, ерлік істейсің. Кто любит родину, тот готов совершить подвиг.